Баршаңызға сәлем, қыздар. Қараңыздар, керемет, пышный болып, пісетін және арасы қатпарланып, қытырлақ болып пісетін круассан дайындайтын боламыз. Қараңыздар, керемет көтерілген және арасы қатпар болып пісіп шықты. Осындай круассан дайындаймыз. Ол үшін бізге жылы су, жылы сүт және дрожж, сұйық май, бөлме температурасындағы сары май қажет, қант, 2 жұмыртқа қажет болады. Енді бізге жылы суымызды құямыз және жылы сүтімізді құямыз. Және бір кішкене шай қасықпен дрожж саламыз. Осылай араластырып, қантымызды саламыз. Қантымыз үлкен 3 ас қасықпен 3 қасық қант. Осылай араластырып, кішкене дрожжымызды ерігенше бетін жауып қоямыз. 5-10 минуттай қоямыз. Енді бізге ұнымызды, жұмыртқамызды салып және сұйық майымызды құйып араластырамыз. Осылай араластырып, ұнымызды үккіштен өткізе отырып илеп алатын боламыз. Осылай ұнымызды үккіштен отырып илесек, қамырымыз жақсы бірігетін болады. Қыздар, мен қосылған рецептке қосылған заттарды грамдарын описанияда қалдыратын боламын. Қараңыздар, осындай қамыр елеп алдық. Енді бетін жауып 1 сағатқа көтерілгенше қойып қоятын боламыз. Жылы жерге қоятын боламыз. Қараңыздар, қамырымыз әдемі болып көтерілді. Енді осы қамырымызды 5-6 бөліктерге бөліп, осылай етіп бөліп аламыз. Кішкене қылып жайып, осылай бетіне сармаймызды жұқа етіп жайып, бір-біріне біріктіретін боламыз. Қараңыздар, бұл қатпарлы болу үшін осылай иленеді. Қараңыздар, енді бетін басып, осылай жайып аламыз. Дәл видеодағыдай етіп кесіп аламыз. Начинкаларымызды салып, осылай видеодағыдай орап шығамыз. Жан-жағын осылай бекітіп алыңыздар. Начинкамыз ақ бітпес үшін. Қараңыздар, осындай форма шығарып, осылай видеодағыдай етіп
форма жасап аламыз. Қараңыздар, осылай жасап, жұмыртқаның сары уызын бетіне жағып, пешімізге 180 градуста 25-35 минутта пісіріп аламыз. Қараңыздар, керемет болып көтерілді. Жасап көріңіздер. Егер де рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Қараңыздар, осындай оңай әрі тез жасалатын рецепттермен бөлісетін боламын. Қараңыздар, керемет болып пісіп шықты. Пышный және қытырлақ. Дүкеннен сатып алмай, үйден жасап, осылай жасап көріңіздер. Қараңыздар, қатпарланып, әдемі болып шықты.